48-ші сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге сабақтың жауабын ауызша айтып кетемін. 40-ші тапсырма. Өлеңді тыңда. 7 жасар баласын 70-ке шал жетектеп, қайда әлгі мектеп деп, 70 келеді сүріліп, 7 келеді жүгіріп. Балам, балам, жақсы бол, міне сенің мектебің, сабағыңа зейін сал, ақылды бол тентегім, деп 71 күрсінді, 7 нені түсінді. 70-тегі ата неге күрсінді деп ойлайсың, өйткені ол балалық шағы өтіп кеткен, мектепке қайта бара алмайды, және немересіне қызығып бір күрсінеді. Оның неге күрсінгенін бала түсінді ме? Жоқ, бала оның неге күрсінгенін түсінген жоқ. Қарамен жазылған сөздердің түбірін тап. Түбір сөздің жазылуындағы өзгерістерді себебін түсіндір. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мектебің, мектеп түбірі болады. Сабағыңа, сабақ түбірі, тентегім, тентек түбірі. 41-ші тапсырма. Сөздерді көшіріп жаз. Халық, халқы, ерік, еркі, құлып, құлпы, орын, орны, бөрік, бөркі. Сөздерді салыстыр. Түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымшаны ата. Сөздердің жазылуын есте сақта. 42-ші тапсырма. Тізбектік басында тұратын сөзді тап. Жақ, жағу, жағады, жағып. Тік, тігу, тігеді, тігіп. Тақ, тағу, тағады, тағап. Түбір сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Айданы таңертең бантик тағады. Туды биікке тигеді. Нұрасыл отын жағады. 43-ші тапсырма. Сөйлемдерді мәтін шығатындай ретпен жаз. Уақыт тоқтамай сырғиды. Сондықтан одан қалып қоюға болмайды. Бүгін істейтін істі ертеңге қалдырма. Жазған мәтін мазмұнына өз ойыңды айт. Уақыт құнды, уақытыңды бағала деп неліктен айтылғанын топта талқыла. Уақытың сенің өте құнды. Әсіресе жас балалық шағыңдағы уақытың сен үшін өте құнды. Алтын уақыт пен тең болады. Және де осы балалық шақтағы уақыттарыңды босқа, еріншектік жасап өткізбей, сендер кітап оқып, тапсырмаларды орындап, кез келген бір кітаптарды оқып жүрсеңдер, ол сендер үшін өте пайдалы болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басып, комментария жазып, арнаға тіркеліп қоямыз.